Сыраны ішкен кезде, әлбетте ішек жолдары арқылы ол асқазанға барады. Жай барып қана қоймай, ас қорытатын шырышты қабатты бұзады. Сондықтан сыраны көп ішетін адамның ас қорытуы қиындап, соны созылмалы гастрит ауруына соқтырады. Сыра ішкен адамның қайта-қайта әжетханаға жүгіретіні белгілі. Өйткені оның зәр айдау жүйесі нормадан тыс күш алып кетеді. Яғни, адам ағзадағы қажетті минералдан айырылады. Нәтижесінде калий, магний элементтері азайып, адамның жүрек соғысының ырғағы нашарлап, әлсірейді. Сыраны үнемі ішетін адамның қан тамырлары кеңейіп, варикозаға шалдығады. Өйткені ол қанға тез сіңеді. Бүйрек пен бауыр қызметі бұзылған жағдайда жүрекке салмақ түседі. Соны инфарктіге шалдығуға әкеледі. Сонымен қатар сыраның құрамында біз біле бермейтін фитоэстроген элементі бар. Әйел гормондары үшін аса қауіпті болып саналатын бұл зат уақыт өте келе нәзік жандыларды ашушаң етіп, психикасын бұзады. Ал еркектерді керісінше әйелде кездесетін гормондар пайда бола бастайды. Сыраға құмар адамның ми жасушалары өліп, ақыл-ой, шығармашылық қабілеттері төмендеп кетеді, әрі агрессиялық мінез құлық пайда болады. Спирттік ішімдіктерге қарағанда сыраның ағзаға 4 есе қауіп тудыратында білген жөн. Сыраны көп ішетін ерлердің қуаты жойылып, сондай-ақ жүрек талмасы ауруына жиі шалдығады. Бұл ауруды дәрігерлер сиырдың жүрек синдромы деп атайды. Алкогольді сусындарды көп ішу диуретикалық әсерге әкеледі. Бұл жүрекке артық сұйықтықты сорғызады. Бұл тамырлардың кеңеюіне және жүректің кеңеюіне әкеледі. Үлкен жүрек ағзаға ешқандай пайда әкелмейді. Өйткені ол әлсіреп, майға толып кетеді. Науқас шамалы физикалық күш салғанда тұрақты ентігуден зардап шегеді. Содан кейін жоғары қан қысымы, тахикардия пайда болады. Сайып келгенде инсульт немесе инфаркт. Өздеріңіз білетіндей, бауыр денені тазарту функцияларын орындайды. Антитоксикалық әсерге ие. Алайда егер оның жұмысы алкогольмен тұрақты күресуге бағытталса, бұл оның жұмысының бұзылуына әкеліп соқтырады. Бауыр алкогольден қатты шаршайды, әлсірейді және өз функцияларын толық орындай алмайды. Бұл оны улы заттарға осал етеді. Олар оған еніп, қабыну процестерін тудырады және олар өз кезегіндегі бауыр циррозын немесе гепатитті тудырады. Дәрігерлердің айтуынша, адамға арақтан көрі сыра қауіптірек көрінеді. Шөл басқанымен өзіне деген тәуелділікке ұрындырады екен. Яғни бір дәмін татқан адам мендуана жеп, миы айналған қойдай болып, қайта ішкісі келеді де тұрады. Үздіксіз сыра ішу бауыр мен бүйректі толық істен шығарып, бүйрекке қан құйылу, адамды естен адастыру қаупін туғызады деген. Сыраны шамадан тыс тұтыну маскүнемдікке соқтыратын және денсаулығыңызға өте зиянды екенін біліңіз.